Сәлем баршаға. Бүгін бізде қарыннан салат жасаймыз. Қарынды осылай ұзыншалап турап аламыз. Қарынды алдын ала қайнатып алғанмын. Қарын салат өте дәмді, тойымды болады. Ыстық күйінде жесеңіздер өте керемет болады. Қарынды келесі видеода көрсетемін, қалай оңай тазалау керек екендігін. Қарын салатқа керек заттар: сәбіз, пияз, сарымсақ, тәтті болгар бұрышы және қияр. Пиязды ұзындан тураймыз. Соломка дейді. Ұзыннан турап аламыз пиязды. Барлық затты осылай ұзыншалап тураймыз. Сарымсақты майдалап турап аламыз. Тәтті болгар бұрышын ұзыннан тураймыз. Сәбізді күштен өткіздім. Қолмен, пышақпен турасаңыздар да болады. Мен осылай күштен өткізгенді жөн көрдім. Майда жұқа әдемі шығады. Күштен өткізген сәбіз. Майды қыздырып аламыз. Таба қазанға қызған майға бірінші пияз салып, пиязды әбден қызартып қуырып аламыз. Татымына қарап тұз себесіздер. Осылай қызарған кезде үстіне қарынды саламыз. Қарын мен пиязды араластырамыз. Тұз себеміз, татымына қарап тұз себесіздер және сарымсақты саламыз. Жақсылап араластырып, қақпаны жауып қоямыз. Мен паприка қостым. Паприканы өз қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Түсін қызарту үшін қостым паприканы. Және қызыл бұрыш қостым, ашытылау қылдым. Жақсылап араластырып, күштен өткен сәбізді саламыз. Жақсылап араластырып, қақпаны жауып қоямыз. Салатымыздың қақпаны жауып, демдеп қойдық. Енді қиярды тураймыз. Жартылай. Салатымыз дайын болған кезде қиярды саламыз. Қиярды турап болдық. Енді кезек салатты көреміз. Қазанның қақпағын ашып, мінекей сәбізіміз езіліп пісіпті. Қып-қызыл боп, енді тәтті болгар бұрышын салып, жақсылап араластырып, 15-20 минутқа қақпаны жауып қоямыз. Он 15-20 минуттай уақыт болды. Мінекей салатымыз өте жұмсақ, қып-қызыл, майы шыққан, мощный, сочный болып шықты. Енді бұны легенге салып, дайын болған салатымызды легенге саламыз. Үстінен жаңағы туралған бадырамды салып, жақсылап араластырамыз.
Сіздер де осылай қарын салат жасап көріңіздер. Егер каналым ұнап, осы салат ұнап жатса, комментарий жазып лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.